Сөз кезегі нөмір 110 мектеп гимназияның көркем еңбек пән мұғалімі Өскенбай Жаслан Абиұлына беріледі. Құрметті әріптестер, мен Өскенбай Жаслан Абиұлы, нөмір 110 гимназиясының көркем еңбек пән мұғалімі. Қазір осы жерде демонстрация көрсетейін. Нұрсұрат мырза, мынаны анау жапсаңыз слайдыңызды. Өскенбай Жаслан Абиұлы, Алматы қаласы Жетісу ауданы 110 мектеп гимназиясының көркем еңбек пәні мұғалімі болып жұмыс істеймін. Мен 6-шы сынып оқушыларына арналған ағаш материалдарын ажырату, танысу тақырыбында элективті курс бағдарламасын құрастырдым. Бағдарлама аптасына 1 сағат болады, барлығы 36 сағат. Ағаш материалдарын ажырату танысу элективті курс бағдарлама құрастырған мен Өскенбай Жаслан Абиұлы. Енді сабақтың мақсаты. Жаслан, слайдыңыз көрінбей тұр. Енді көрінді, қосылды. Ал. Қолданба өнер амалдары және жеке және шығармашылық мүмкіндігінің даму, баланың жеке қоғамдық тұлғалары даму, эстетикалық тәрбиелігі, коммуникативті көздердің биіктігі. Міндеті білім алушыны жеке тұлға ретінде түрлі жағдайға бейімдеу, тәжірибелік тапсырмалар балалардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту. Нормативтік бөлім ағаш өңдеу сабағы 34 сағатта көрсетілген және де оны 4 бөлімге бөлінген. Кешіресіз, ой бөлінме. Слайдыңызды дұрыстап қойсаңыз дұрыс болар еді. Слайдыңызды. Слайдтың үстіне бассаңыз шығады. Жаңа поделиться кіріп. Сіз басқа парақты ашып қойдыңыз. Слайд көрмеді. Поделицияға кірсеңіз слайдтың суреті тұрады, соның үстіне бассаңыз қосылады. Асықпай қосылады. Көрінді ма? Енді көрінді, дұрыс. Ағаш материалдарын ажырату мен танысу элективті курс бағдарламасы. Құрастырған мен Өскенбай Жаслан Абиұлы. Курстың мақсаты сәндік қолданбалы өнер амалдарының жеке және шығармашылық мүмкіндіктерінің дамуы, баланың жеке қоғамдық тұлғалық дамуы. Міндеті білім алушы жеке тұлға ретінде түрлі жағдайда бейімдеу, тәжірибелік тапсырмалар балалардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту. Нормативтік бөлімі ағаш өңдеу сабағы 34 сағатқа есептелген және 4 бөлімге бөлінген. Бірінші бөлім ағаш өңдеу 8 сағат, екінші бөлім ағаш өрнегі 8 сағатқа, бұйымдармен сабақтастыру 9 сағат, зергерлік өнері 9 сағатқа бейімделген. Нормативтік ағаш өңдеу. Ағаш өңдеудің бөлімі бірнеше сабақтан тұрады. Бұл сабақтарда оқушылар ағаштың түрлерін, қасиеттерін, ағашпен жұмыс істейтін құралдары мен және бөлшектерді бір-біріне қалай қосу керегін үйренеді. Сонымен бірге ағаш механикалық сонымен өңдеу әдістерімен танысады. Алғашқы сабақта оқушылар әртүрлі ағаш материалдарымен көрініп, оларды бір-бірінен қалай ажыратуға болатынын үйренеді. Ағаштың қандай қасиеті бар, оның ішінде қандай мүкістер кездесетінін анықтайды. Мысалы, ағашта жарық, қисық, түйін сияқты кемшіліктер болатынын біледі. Бұдан кейінгі сабақтарда ағаш бөлшектердің біріктіру тәсілдері қарастырылады. Оқушылар шеге қағуды, бұранға бұрауды, бөлшектерді мықтап қосу жолдарын үйренеді. Қолмен істейтін жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік ережесін сақтаудың маңызы түсіндіріледі. Ағаш өрнегі бөлімі бірнеше сабақтан тұрады. Бұл сабақтарда оқушылар ағашты аралау, сүргілеу, бұрғылау сияқты негізгі тәсілдерді үйренеді. Кейін өз қолымен тұрмыстық және ас үйге қажетті бұйымдар жасауды меңгереді. Сабақтар практикалық жұмысқа негізделген, әр қадамға біртіндеп күзелуін мозғады. Бұл сабақтардың балалар ағашты өңдеудің ең негізгі әдістерін үйренеді. Мысалға, ағашты дұрыстап аралау, тура кесу. Екінші, сүргілеу арқылы ағашты бетін тегістеу. Үшінші, бұрғылау арқылы ағашта тесік жасау.
Төртінші, құралдарды қауіпсіз және дұрыс қолдану. Оқушылар бұл әдістердің бірнеше сабақ бойы қайталап қолданып жаттығады. Жұмысты дәл әрі ұқыпты орындау, меңгеру бастады. Зергерлік өнер бөлімі. Бұл бөлімде оқушылар ағаштың әшекей, ұсақ зергерлік бұйымдар жасау жолдарын үйренеді. Алдымен балалар ағаштан сырға, алқа, жүзік, тұмарша сияқты жеңіл әрі шағын бұйымдарды жасауды негізгі тәсілдерін танысады. Ағаш қалай жонып, әшекейдің пішімін қалай дұрыс шығару керектігін, оны тегістеп, әсемдеп, жеңіл өрнек салу әдістерін тәжірибе арқылы меңгереді. Өз қолымен шағын әшекей жасап көреді. Практикалық жұмыста. Одан кейін әр оқушы ағаш материалдарын дайындаудың жолдарын үйренеді. Яғни ағаштың қандай түрі бұйымға жақсы келетін материалдарды қалай кесіп, кептіріп, өңдеп қолдау керек екенін практикада байқап көреді. Ағашты дұрыс таңдау мен оны алдын ала дайындау сапалы бұйымның негізгі шарты екенін түсіндіріледі. Келесі кезең балалар ағаштың техникалық өңдеудің тәсілдерін, яғни аралау, сүргілеу, бұрғылау сияқты негізгі жұмыстарды қайталап тереңірек меңгереді. Бұған қоса ағаштың жеке бөлшектерін біріктірудің қарапайым әдістерін, желімдеу, қақпақ орнату, ойық жасау бөлшектерді де дәл келтіру сияқты жұмыс тәсілдерін тәжірибе қолдана, әшекей немесе шағын бұйым жасаған осы әдістердің бәрін қажет болатынын түсінеді. Бөлім соңына оқушылар бүкіл үйренген жаттығуларын жинақтап өз қолымен толық дайындалған шағын бұйым жасап байқайды. Бұған дейінгі үйренген ою, тегістеу, өрнектеу, біріктіру тәсілдерін қолдана отырып, біртұтас жұмыс орындап алған білімдерін бекітеді. Қорытынды. Зергерлік өнер бөлімінде оқушылар ағаштан шағын әшекей бұйымдар жасау, ою, өрнектеу, түргілеу, бұрғылау және бөлшектерді біріктіру әдістерін меңгереді. Олар өз қолымен бұйым жасау, ағаш материалдарын дайындау және өңдеудің негізгі тәсілдерін тәжірибе жүзінде қолданады. Бұл бөлім оқушылардың шығармашылық қабілетін, қол икемін, шыдамдылығын дамытып, өз еңбегіне сенімді болуға үйретеді. Ағаштан жасалған бұйымдар арқылы балалар өздерінің қолөнерлерін дағдыландырады, көрсетуге және тәжірибе жинауға мүмкіндік алады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге, Жасұлан ағай.